Хай, с вами Айбекбай. Жоқ, өзіміздің бастайтын жұмыстар. Ассалаумағалейкум достар, сендермен бірге мен блогер Айбек. Достар, міне мен түрімді көрсетіп видео түсірмегері бір айдай болып қалыпты, бір ай болды деп айтсам да болады. Әуен сіздер түсіріп, сөйтіп жүрген кезде бір ай өтіп кетіпті, кешірерсіздер. Сосын сұрақ жауапты қарап барасам, көптеген сұрақтар жиналып қалыпты. Соның ішінде өзіме ұнаған сұрақтарды 10 сұрақ таңдап алдым да, жоқ 9 сұрақ па білмеймін. Сондай сұрақ таңдап алдым да, міне сіздерге нөмірі 3-ші сұрақ жауап рубриканы түсіріп тастайын деп шештім. Ендеше бастаймыз достар. Так достар, енді бізге келіп түскен бірінші сұрақты Арай Назарбекова деген қыз қойған. Алдағы уақытта қандай видео түсіргің келеді дейді. Алдағы уақытта енді қандай видео түсіргім келеді дегенде, менде идея өте көп толып жатыр. Оны алдағы уақытта көре жатармын. Жалпы қазіргі уақытта мен әуен сіздер түсіріп келе жатырмын. Сіздерге өте үлкен рахмет. Уже 5К-ға жақындап қалдық. 5-нан қара, бір қол. Өшім кәм, рахмет. Так достар, енді келесі сұрақты бізге Мейрамбек Хан деген бала қойған. Ол баланың бірінші сұрағы: ойындарға Let's Play обзор неге түсірмейсің дейді. Так, ойындарға Let's Play обзор неге түсірмейсің дейді. Жалпы бүгін сондай түсіру ойда бар. Жалпы алдағы уақыттарда көп көрермендерім сұрайды, сондай хоррор ойындар түсірсейші Айбек, жақсы болады, Майнкрафт ана мынау дейді. Бірақ ойлану керек қойғанда. Так, екінші сұрақ ол баланың: руым кім, несің дейді. Және маған сәлем жолдашы дейді. Руым Тоқабай, нағашым Әлім. Мейрамбек Ханға сәлем. Ал достар, біздің келесі сұрағымыз Абылай Жұмабай деген баладан келген. Бірінші сұрағы сәлем жолда дейді. Сұрақ емес шығар енді, сұрақ задание деп айтсам да болады. Так, Абылай Жұмабайға салам. 2. Сенің просмотрың азайып кетсе, қалай көбейтесің дейді. Так, Абылай Жұмабай, Құдай сақтасын, ондай болмасын. Так, ондай болмасын, ондай айтпай қойыңыздар. Ондай болмайды. Құдай сақтасын, болмасын. Бізге келіп түскен келесі сұрақ Қуаныш Өмірбеков деген баладан келген. Сені теледидардан көрсетіп жатса не істейсің? Және маған Мистер Джой деп сәлем жолдаш дейді. Так, мені теледидардан көрсетіп жатса, білмеймін, қуанам, қатты қуанып, достарыма айтып дегендей, енді атақ топ кетесің ғой теледидардан көрсетсе. Атақ болмайды жүрсің, білмеймін, айтыр қуанам. Мистер Джойға сәлем. Ал достар, бізге келіп түскен келесі сұрақ Сержан Тілеуберген деген баладан келген. Неше қызбен жүрдің? Қандай ютуберлердің видеосын көп көресің дейді. Мен неше қызбен жүрдім дейтіндей, мен бабнеге емеспін ғой енді. Сол қазір бір қыз болды. Қай ютуберлердің видеоларын көп көресің дейді. Қай ютуберлер дегенде мен Алит Кезетпен Супергигаштың, сосын және де Морбит ағамыздың, сол 3 ағаларымыздың видеоларын көп көремін достар. Ал достар, келесі сұрақ бізге келген Жанерке Үмбетова деген қыздан келген. Сенің қызың бар ма? Нешінші сыныпта оқисың дейді. Менің қызым бар, мен неше рет айттым осы затты бар ғой, нешінші сыныпта оқисың? Мен, 8-ші В сыныбында оқимын. Ал достар, енді осы сұрақ Аселина Каримова деген қыздан келген. Видеоны түсіріп монтаждауға қанша уақыт кетеді дейді. Так, видеоны түсіріп монтаждауға маған дейін деп жатырмын. Маған қанша уақыт кеткенде қазір айтып берейін. Әуенсіз сондайларды түсіріп монтаждауға кемінде бір 7 сағат кетеді. Оған идея барлығын ойлап тауып, барлығын істегенде монтаждауына 5 сағат, 2 сағат идея анау-мынау, звук бәрі сондай 6 сағат кетеді. Бұлай видеоларға мен 4 сағат сондай жұмсаймын. Маған сөз жазып кетіп тастына, күштісің, жетістіктерге жете бер дейді. Рахмет, Аселина, саған да соны тілеймін. Сол рахмет саған айтарым. Ал достар, міне келесі сұрақ бізге Нана Ким деген қыздан келген. Бірінші сұрағы: сен үйдің жұмысын атқарасың ба дейді. Әрине атқарам, енді біз бала болғасын, әрине атқарам. Екінші сұрағы: сабағыңды нешемен оқисың деген. Олар сабағымды сол 4 пен 5-ке арасында 3-те болып тұрады енді. Так, үшінші сұрағы: қай жақта тұрасың дейді. Неше рет айттым, Жаңаөзен қаласы Қызылсай ауылында тұрам. Төртінші сұрағы: қай қалаларға барып көрдің дейді. Қай қалаларға барып көрдің? Көп қалаларға барып көрдім. Мен Қызылорда қаласына бардым, Көкшетауға бардым, Астанаға бардым, Қостанайға бардым, Оралға бардым, Ақтауға бардым. Ақтау өзіміздің Маңғыстаумен жері. Сол қалаларға бардым. Айтқанда, қысқасын айтқанда. Так, 5-ші сұрағы:
маған сәлем жолда дейді. Нана Кимге сәлем. Ал достар, бізге келіп түскен ең соңғы сұрақ Ерасыл Қалибеков деген баладан келген. Оның бірінші сұрағы қай қалада тұрғың келеді дейді. Мен осы Жаңаөзен деген қаламнан артық жер жоқ деп ойлаймын. Осы Қазақстаннан артық жер жоқ. Сондықтан ешқайда осы жерден көшкім келмейді, короче айтқанда. Екінші сұрағы қай футбол клубының жанкүйерісің дейді. Мен осы неше рет айттым, алдыңғы жиі қойылатын сұрақтарды қарап бара, сол жерден өзіңнің жауабыңды табасың деген ойдамын. Так, үшінші сұрағы маған Торрес Семей деп сәлем жолдашы дейді. Торрес Семей, сәлем. Ал достар, осымен біздің сұрақ жауап рубрикамыз соңына жетті. Егер де осы видеода сөздерден қателесіп, қандай да бір критикалар болып жатса, сіздерден өте үлкен кешірімді сұраймын. Өйткені мен бір ай камераның алдында сөйлеп көрген жоқпын, сондықтан сіздерден өте үлкен кешірімді сұраймын. Егер де сенің маған қойғың келіп жүрген сұрақтарың болса, астыдағы сілтемемен өтіп, ВК-дағы обсужденияның ішіне қойып кетсең болады. Сіздермен бірге болған мен блогер Айбек. Келесі видеода көріскенше, сол сәлеметті болыңыздар. Бай-бай.